Неге бізде жастар саясатындағы жастардың портреті бар, бірақ еліктейтін тұлға жоқ? Менің ойымша ондай болмау керек. Совет үкіметі кезіндегі адамдарды алатын болсақ, бүгінгі жастарды алатын болсақ, екі түрлі адам. Ұлттың үлесін тигізетін ол өнер. Неге бәрі мұз деп? Біз таңдауды жақсы көреміз да, бірақ жауапкершілікті жақсы көреміз. Жастарға арналған қазақ тілді контентте қызықты ғылыми ақпараттар аз, жоқ деуге де болады. Америкалықтарға сеніп қаламыз көп дүниеде. Қазақпыз ба, қазақстандықпыз ба? Алдында бір жақсы тақырып оқыдым. Ұлттық баяндама жастарға қатысты. Сонда жаңа қазақстандықтың жастардың әсіресе портреті деген үлкен бір тарау шығыпты. Ойланып қалдым, шынында да мен өзім жастар саясатында көптен жүрміз ғой барлығымыз. Неге бізде жастар саясатындағы жастардың портреті бар, бірақ еліктейтін тұлға жоқ бізде? Қызық да, бұл парадокс. Өйткені шын мәнінде біріншіден ондай портрет құру үшін белгілі тұлғалар еліктеп алу керек. Оның аясында құрылу керек қасиеттері, образы, бейнесі деген секілді да. Бірақ жаһандану дәуірі басқа дейді. Дәл қазіргі кезде көп сұрақ туады. Біздің қазақстандық жастар қандай болу керек? Ғылым саласында ма, өнер ма, мысалға? Кейде түсінбейсің, үлкен кеңестерде мысалға басында халық айыптаған, кейін көпке сүйкімді болған адамдарды шығарып қояды, бір кеңестердің төрағалары қылып, кейде билікті айыптағандарды жоқ қылады да, кейін оларды жастар саясатының кеңесіне қосып жібереді. Сұрақ, сонда бізде қандай болу керек портрет? Кімді атап жатсың, нақты айтшы. Енді ол олай нақты атауға да болмайтын шығар еді. Дегенмен бәрі білетін де дүниелер ғой. Мысалға өнерге қатысты бізде белгілі бір нақты бір критерийлер жоқ жастар өнері арасында да. Кейінде мысалға қазір Петьканың беделі өте жақсы. Ол жастарға танымды, өтімді ақпарат береді, ол материалдар шынында қызық. Бірақ оны сынағандар да болды ғой кейін. Алдияларды, Кугаларды сынағандар өте көп болды. Бірақ қазір аудиториясы жақсы. Вдудьтің әсері ма или кейінгі дүние ма, әрине. 91 мысалы. Дәл сол секілді кезінде концерттерін жасатпады, Қызылордада бізде мысалы. Қуалап шыққандар да. Қуалады, не істеді. Көп дүние болды ғой енді ол жерде. Білмеймін, мысалы, жеке өз басыма сол кезден бері маған олардың музыкасы, олардың өнері ұнайтын. Көңілімнен шығатын. Неге бәрі мұз деп әсер? Иә, себебі маған ең қатты ұнаған дүние ол жерде қазақ тілін заманауи түрде насихаттайтын бірден бір құрал болып есептедім мен өзім. Одан кейін қазір мысалы 91-ға шүкір дейсің ғой. Расымен де. Енді бірінші кезекте образына тиісті ғой, бірақ білмеймін, образына неліктен енді шаш бояуға неге, ол заманауи тренд, ол түбі келетін дүние ғой, ол ондай мода дейміз ғой, сән үлгілері түбі келеді, енді құтыла алмайсың одан бері. Иә, одан құтыла алмайсың. Дұрыстап қабылдай алу керек. Қабылдау керек, және оны қабылдағаннан кейін жаңа айтып тұрмын, 91-ның образы былай айтқанда расымен де шүкір болып. Ойнамай қалып басқалармен салыстырғанда. Көп қазір Q-pop небір топтар бар ғой, мысалы сондай секілді. Сол сынды мысалы, оларда бәлкім жаңа қазақстандық тұлғалардың бір санаты шығар, бәлкім. Ол мүмкін бір өнер саласындағы жастардың портреті ма дейсің ғой? Енді бірақ Ресейде. Жалпы енді былай критерий деген кезде мен соңғы кезде көп талқылап жатыр осы сұрақты шы, жалпы осы қазақстандық, болашақ қазақстандық қандай екен, жастарымыз қандай екен. Сонда бәрі айтады, бір тұлға болса, немесе бір критерий болса, менің ойымша ондай болмау керек. Себебі біз совет үкіметі кезінде қайтып келеміз да. Естідіңіз бе, Павлик Морозов деген болған кезінде, өз әкесін сатып кеткен, бәрі сол мемлекет үшін сөйтетін. Бірақ ол кезде коммунизм болды, бәрі бірдей болу керек. Қазір біздің жүйеміз өзгеше. Сонда егер бір критерий жасасаңыз, сонда барлық жастар сондай болу керек деп ойланады. Негізінде мынадай нәрсе бар ғой, қазір терминді ұмытып кеткенмін. Қалай еді? Принцип успеха деген ба, сондай бірдеңке қазір шыққан. Барлық андай инстаграмды қараған кезде бәрі андай успешный да, бәрі мықты. Бірақ қаншалықты қиындықтан өткеніне, және де қаншалықты осы деңгейге жету үшін қанша қиындық көрген, қаншама оқыған, қаншама білмеймін андай неше түрлі жағдайлар болған өмірінде, оны ешкім білмейді. Сонда жас адам өзі бастайды да, өз өмірін жұмысын мысалы, немесе осы бір өзінің бизнесін ашады. Сонда бастаған кезде бірінші құлайды да, сонда мен құладым, анау құламайды екен. Сонда ол жақсы, мен нашармын деп. Сонда егер сондай бізді қазіргі жастардың ойы өзгеше. Даже вот бізбен салыстырыңдаршы, 15 жастық баланы. Олардың ойы өзгеше. Ана совет үкіметі кезіндегі адамдарды алатын болсақ, бүгінгі жастарды алатын болсақ, екі түрлі адам. Z-ұрпақ бөлек. Сонда Z-ұрпақ абсолютно бөлек. Егер біз сондай бір критерий қойсақ,
егер сол жастар сол критерийға жете алмаса депрессияға кіріп кетеді қазір. Ондай болмау керек деген мен өзім солай белгілі бір ана қызғылт көзілдірікті шешу керек қой бізге. жоқ, расымен де андай бір бар ғой бізде, жалпы қазақтың менталитетінде де бар да сол кемшілік, маған ұнамайтын расымен де жеке. Себебі жұрттың баласы сияқты. Иә, жұрттың баласы, 30-да орда бұзу керек, 40-та қамал алу керек дегенде, шетелде 40-та өмірді енді бастап жатыр. Негізінде 40-та өмірді енді бастап жатыр. Енді үйленеді, балалы енді бала болады, иә, қызметте де қалыптасады. Ал бізде қалай? 30-да сен міндетті түрде көлігің болу керек, сенің үйің болу керек, ипотека болса да әйтеуір үйің болу керек, өзіңдікі болу керек, иә, отбасы. Бізде бір табулар қалыптасқанда маған ұнамайтын сол. Мен енді мысалы көп деген, енді Елордаға 8 жыл болды ма келгенде, көп деген жаңағыда жалдамалы пәтерлерде тұрдық қой, енді бәріміз балдармен тұрдық, үйленгеннен кейін отбасымен тұрдық. 1-2 жыл болды да мен үй алғаныма. Оны қайтадан сатып жібердім мысалы. Сол жердегі мысалы біздегі осы қалыптасып қалған стереотиптің, бізде үй жалдайтын адам емес та. Негізі бар ғой, осындай бір стереотип бар. Неге? Бұл стереотип неге туындайды? Себебі жаңа Тоқтар айтқандай, расымен де дамыған адамның критерийі мынандай болу керек, жаңа қаласына критерий мынандай болу керек. Егер сен сәйкес келмейсің ба, сен ешкім емессің болды. Тіпті үй иелері солай қарайды да, адамдарға кімсің? Төбеден қарайды, жоғарысың. Себебі сенің үйің жоқ қой, сенің нең бар, сен білмейсің ғой. Может сен кайф алатын шығарсың содан. Может, басқа жолымен келіп тұрсың. Мысалы, районды өзгерткеннен кайф алатын шығарсың, қаланы өзгерткеннен рахаттанатын шығарсың. Менің бір достарым бар, Америкада оқыған, 4 жыл Америкада оқыды, кәдімгідей УЗда келді, осы жақта үйленді, отау құрды, үлкен бір компаниялардың Қазақстанға енуіне себепкер болды. Ол кәдімгідей ұялмайтын. Әртүрлі пәтерлерде, жалдамалы пәтерлерде тұра береді, не істей береді, ештеңе емес те. Бізде просто андай стереотип қалыптасып қойған. Жаңа қазақтың менталитетінде де бар да ол дүние. Ол бір табу, егер мысалы біз жаңа Тоқтар айтқандай расымен де жаңа қазақстандықтың образын тағы бір екінші табу қылсақ, білмеймін, адамдарда рамка кіргізіп қоямыз жастар. Негізі қазір жастарды қарайтын болсаңыздар, олар өзгеше де. Мысалы, жаңа айтып ғой, осындай пәтер болу керек, көлік болу керек деп. Көптеген жастар, особенно бір шетелде оқып келген жастарды қарайтын болсаңыз, жаңа Ғалекең айтқандай, менде де достарым бар, шетелде оқып келген. Жалдамалы пәтерде тұрады, таксимен жүреді, немесе самокатпен жүреді. Бірақ соның өзіне счетында, білмеймін, бір 7-8 сандық ақша жатады постоянно. Вот олар үшін, бірақ ол ақшаны олар ай сайын шетелге шығады. Ай сайын білмеймін, өзінің бір ләззаты үшін, өзінің дамуына қосады. Сондай бір өзгеше ойда оларда. Қазіргі жастар негізі сондай, оларға пәтер керек емес, оларға көлік керек емес. Осы қазіргі міне подросток дейді ғой, 14, 15, 16 жастағы. Олардың ойы өзгеше. Олар стереотиптерді жоюға тырысып жатыр ғой. Иә, бізді қараңыздаршы, біз қандай мамандық таңдайсың деп барып 7-ші класстан бастап сұрайтын біз. Қандай мамандық таңдайсың деп. Дайын болсын. Сол мамандықты таңдап, қазіргі таңда ойланып көріңізші, аласында өзгертіп кетесің да мамандығын. Ол невозможно сияқты ондай. Ол жастарға бәрібір. Олар айтады, мен көрейін, мына мамандықты көремін, 25-ге дейін, мына мамандықты 30-ға дейін көремін, 35-ге дейін ана мамандықты көремін деп жүре береді олар. Вот егер біз осындай бір рамкаға қойсақ, осындай болу керек деп, қайтадан өзіміздің менталитеттің жаман жақтарын қайтадан енді республикалық деңгей, мемлекеттік деңгейде шығарамыз. Ондай болмау керек менің ойымша. Мынау көптеген империялар дейді, құлады ғой кезінде. Олар неге құлады? Неге империялар, Рим болсын, басқа болсын? Олар мындай стереотип болған жастарға, басқаларына. Атаң істеді, әкең істеді, сен істейсің деген нәрсе болды. Бұл бала кезден жаңағы нәрсе ғой. Машинаң болу керек, үйің болу керек, балаң болу керек деген құйып тастаған болатын. Неге шетелде басқаша болды? Олар олай жасыл жоқ. Өзің таңда деді. 18-ге толдың, өмір сендікі деді. Бұл балаға белгілі бір еркіндік берді. Бірақ ол дұрыс. Андай ойы бар да, біздікілер қаншалықты дайын. Егер оның санасында әлеуметтік қоғамдық, мына бізде қоғамдық сана өзі дұрыс емес қой, әлеуметтік азаматтық қоғам, жастар қоғамы, біз тырысып жатырмыз әрине де, бірақ ол қаты дамыған деп айтуға келмейді. Оны тіпті мына соңғы рейтингте қарадым, әлемдікте Қазақстан жастарының деңгейі жалпы үздік 30-дықта. Біз Франция секілді, Ұлыбритания алдамыз. Ең өкініштісі, Қазақстан қоғамдық өмірге, азаматтық өмірге, қоғамдық саяси өмірге, партиялардың өміріне қатысуда ең төменгі орында тұр. Жастар. Яғни бұл нені білдіреді? Бізде андай балаларды оңға болды. Университетке келесің ба? Я КДМге барасың, я мында барасың, я болмаса бітті. Осы сияқты стереотиптерден кейін бұл
бағана айтқандай табыр инстинктімен кетіп болатын сияқты да. Ал біз айтып жатқандар жаңағы жолдастарың, балалар, ол саусақпен санайтын адамдар да. Олар саусақпен түсіну керек, Бекең, онда түсіну керек. Неге десеңіз, себебі адам деген бірінші экономикалық жағынан көтеріледі да. Өзіңіз көріп жатсыз, өтірік айтпай ақ қояйық, енді экономикалық жағдай біздің мемлекет андай мықты деңгей деп айта алмаймыз, иә. Бірақ жаман емес, Аллаға шүкір, жақсымыз. Бірақ соның өзінде, мысалы, ол үлкендер енді пәтер алып, немесе енді бір тұрақты жұмысқа кіріп, енді тұрақты ақшаларын алып жатыр. Мысалы, 90-шы жылдар, 2000-ші жылдары білесіздер. Иә, ол кезде айлық болмады, анау болмады, мынау болмады. Олардың енді соны көрген жастар не істейді басқа? Осы болмасын деп өзінің өмірін ойланады да, экономикалық жағдайды қалай көтерсем деп, қандай мамандық дұрыс болатын таңдауға, немесе қандай оқуға түсейін, немесе қандай бизнес ашайын, немесе қандай шетелге барып оқиын, қандай университетке түсейін, сондай бір ойлар болады да, сонда олар мына оймен жүрген кезде өзінің өмірін жасайын деген кезде қоғамдық өмірді қалай ойланады. Соны кішкене түсіну керек. Бір жағынан, иә, Тәкең сөзін толықтай қосыламын. Біз әкелерімізді көріп өстік, әкелеріміздің, ағаларымыздың не жасаған. Енді ол кісілер, мысалы, менің әкем 69 жылғы, 69 жылғы, мен 92-мін. 92 мен тәуелсіздік алғанында дүниеге келдім. Енді біз әкелерімізді көріп өскендіктен бізде сәйкесінше кеңес одағының ықпалы бар, бізге деген ықпалы бар. Себебі әкеміз сол ықпалды алып өсті, көрді, сол тәрбиені алды, оны бізге сіңірді. Біз барынша еркін болуға тырысамыз, қалаларға шықтық, елдерге шықтық, жан-жаққа көрдік, шамалы көзімізді ашық, көкірегіміз ояу қылуға, осы жолда еңбек етіп жүрміз, өз-өзімізді дамытуға. Дегенмен бізде әлде ықпал бар. Ал бізден кейінгі ұрпаққа, қазір айтып тұрмын ғой, мен баламмен аулаға шығам ойнауға. Кішкентай балдар 12-13 балдар шығар, 14-тегі балдар енді. Кезінде біздің өзімше қыздармен кездесіп жүріп, деп жүрген кезіміз ғой мектепте. Олардың қызығушылығы басқа, оларда TikTok, оларда мысалы экобелсенділер, оларда теңдік, феминизм деген дүниелер бар да. Себебі олардың, қалай айтсақ болады, енді ата-аналары менің ойымша барынша жағдайын жасаған, ол балаларға барынша өсірді, және олардың жаңа айтқандай расымен де Тәкеңнің қоғамдық өмірді ойлайтындай уақыты бар қазір. Уақыты бар және оған жетті, белсенді. Бізде көкірегі көзі ашық, көкірегі ояу деп айтамыз ғой, осы құқықты енді өрісі кең адамдар баршылық әрине. Дегенмен жаңағыдай расымен де олардың уайымы бөлектеу, уайымы басқа. Теңдік, қалай теңдік? Еркек бір сәт жоғары болу керек, не жоқ. Болды, оларда осындай ұғым. Олар ұғынбайды қазіргі таңда гендерлік саясат қалай, феминизм деген не? Феминизм дегенді бізде ЛГБТ-ға теңеп тастаған ғой. Расымен де білмейді неге екен феминизмнің. Мағынасын білмейді ғой. Иә, мағынасын білмейді, ізденіп көрмейді. Экобелсенділік жоқ, экобелсенділік. Атымен үйде алды 2 пакет қойды, біреуіне пластик жина, картон жина, біреуіне қалған қалдықтарын жина. Болды. Осыдан басталады экобелсенділік. Жоқ, ондай жоқ бізде. Себебі қарапайым дүниелерде кішкентай. Судың өзін ашып сөндіру деген секілді ғой бұл жерде керек кезде. Осындай қарапайым дүниелерден әрине біздің дәстүрімізде бар осындай нәрселер, бізде тәрбиемізде шектейтін, десейтін дүниелер. Бірақ менің ойымша біз жаңа қазақстандық, өзің айтқандай жаңа қазақстандықтың бейнесінде еркін түрде бола алмасақ та, менің ойымша бізден кейінгі ұрпақта бәрі басқаша болу керек. Енді осы жерде мынау да, дұрыс айтасың, жаңағыдай су үнемдеу басқа дегеннен шығады. Билл Гейтс акцияны қолдады, су құйып төбесіне. Хью Джекман қолдады, басқасы қолдады. Бірақ оны жаңағы активистер сен суды ысырап қылып жатырсың, Африканың балалары су жоқ деген шектен шығудың бір нормасы сияқты бұл. Енді екі жақ болады ғой. Мысалға қара нәсілдерге қолдауға қатысты. Қазір енді керісінше ақтарға дискриминация болып жатқан сияқты да. Соңғы рет шықты, Золушка феяға қатысты да. Қара нәсілді гей болу керек деген секілді, ЛГБТ өкілі болу керек деген секілді. Атақты Marvel секілді студияларда міндетті түрде қара нәсіл болу керек, ЛГБТ болу керек, тағы. Ол тарихи кейде бір деректерді де жоюға алып келеді да. Яғни айтпағым, бір норма жоқ та, бір ортасы жоқ та, ортаң белі жоқ. Ал белсенділік, қазір жастар өте белсенді. Мен мынау інім бар, Назарбаевта оқиды университетте, 2-ші курсты бизнес деп жүреді. Маған айтады, көке не қылып жүрсің дейді, мен мында келемін дейді, Алматыдан роутерге сатамын дейді, үстіне 1500 теңге қосып көремін дейді. Студент, 1-ші курс, бала, 99 жылғы 19 жасында қалтасында 3-4 сом жүреді. Мен жүрмін аузыма қиып. Мысалы қарасын, олардың ойлау бөлек кәдімгідей. Ол 99, 2000-нен бері қарай көрген бала. Ал біз қалай болды? Университет бітіру керек, жұмысқа тұру керек, тұрақты жұмыс болу керек ол. Өйткені әке-шешеміз айтады, балам, кеңес үкіметінен қалған ғой, тұрақты жұмыс болмаса болмайды. Қанша болса да тұрақты болсын дейді. Сосын үйлен дейді, үй ал дейді. Ана баяғыдай ғой,
нағыз еркек үй алу керек, ағаш жеу керек, баласы болу керек деген секілді принцип та. Бірақ бұл шетелдің жаңағындай су құйғандағыдай бір образын айтқан кезде қуған идеяларына да кетіп қалмай ма? Оны біз қалай, меніңше біз оны контроль ете алмай қалатын сияқтымыз. Себебі тым еркіндікке де кетіп қалу жаман, но манағыдай табырмен де жүргізу жаман. Қазақтар контроль жақсы көреміз өзіміз. Шектен шықпау керек, шекара болу керек әрине. Негізінде бар ғой, демократия андай екі жақты нәрсе да, демократия деген нәрсе. Қазір қарап жатырсыз, Америкада не болып жатыр, Европада не болып жатыр, көп оқимын да ол туралы. Соны өзім ойланамын, демократия деген адамдар қалай сонда? Мысалы өзіңіз айтқандай, мына жағынан былай болады, мына жағынан қарасаң былай болады. Бірақ коммунизмді қайтаруға болмайды, ол да түсінікті, бізге коммунизм ешкімге керек емес, қазіргі жастарға, бізге де керек емес. Бірақ соның өзінде бір демократияны енгізген кезде дұрыс идеология болу керек. Демократияның идеологиясы жалпы біздің ұлттың идеологиясы дұрыс болу керек. Ұлттың идеология. Иә, қандай қазақстандық қандай болу керек? Жалпы андай рамка емес, бірақ этикалық норма болу керек. Этикалық норма деген кезде, мысалы, білмеймін, неше түрлі шығып, педофилия шығып жатыр, иә, ЛГБТ шығып тағы да басқалар шығып жатыр. Сол этикалық нормадан шықпау керек та адам. Мысалы, этикалық норма болу керек. Қайтсем де айтпай ақ қойын, мынандай нәрсе қазір енді қазір жамандасақ, онда бізді жаман ететін, ондай да болмайды. Бірақ соның өзінде не болса да, соның өзінде мына қоғамдық этикалық нормадан шықпаса, осы демократия енгізе берсе, сонда менің ойымша дұрыс болады. Жоқ, бізде жастар жаман емес, бізде жастар намысшыл. Бірінші намысшыл. Бізде бір қазаққа, екі қазақ қырылса емес, қазаққа бір өтесе намыс ойнап кетеді. Ол бір қандық гендік намыссыздық. Екіншіден, қазір жақсы. Мына жақта келіспеймін. Негізінде қазаққа тиісетін ешкім жоқ. Қазақ тиіседі ма? Қазақтарды ешкім тиіспей жатыр. қазақ тиіседі. Енді бұл жерде мынандай ғой, әрине намысшыл, біз тиісеміз, біз ұрып жіберуге дайынбыз кей кездерде. Бұл жерде де шек болу керек та, шекара болу керек. Бетпақтық пен намысшылықты ұштастырмау керек. Мысалы, ЛГБТ-ның бір өкілі бол. Мен жеке басым өзім қолдамаймын ол дүниені. Ол расымен де қоғамдық нормадан, адами нормадан тыс дүние. Жеке мен үшін, бұл менің пікірім. Дегенмен, егер бір адам сондай болса, ЛГБТ-ның өкілі болса, қалған балалар жиналып сен сондайсың ғой деп ұрып жіберуге мен де қарсымын. Оған да қарсымын. Себебі ол адам ғой бірінші кезекте. Оны неліктен барып сен ұрасың? Ол өзінің таңдауы, оны сыйла. Оны басқа білмеймін, амал тәсілдермен оны жеткізу керек шығар. Оны басқаша қылу керек шығар. Ұнамай ма сөйлеспей-ақ қой болды. Бірақ ұрма. Бізде не істейді? Барады да қопарып жібереді, қырып жібереді, болды. Қараңыздаршы, мысалы менің бір осы отырмыз ғой Керей Жәнібектің бойында. Мына бір екі көше былай өтсеңіздер, Мәңгілік елдің пересечениесі, өзім сол жақта тұрамын. Дәл сол біздің угылда күнде бір қыз билейді, білетін шығарсыздар. Соның өзінде біреу келіп ұрып кетті. Бір жамандығы жоқ, өткен сайын амандасады ана қызшы. Мен кешке күнде паркке барып қыдырамын. Күнде. Сонда шыққан кезде амандасады міндетті түрде қыз. Бәрі келіп фотоға түссе, сөйлеседі, бір жамандығы жоқ ол қыздың. Соның өзінде келіп ұрып кеттік. Сонда біз айтамыз, болашағымыз қандай деп сұраймыз. Мынандай нәрселер көрген кезде сонда ойлану керек. Мынау бұрын мен Индияға таңғалатын да. Индия мысалы көп қой, ұлт өкіл қанша көп. Оларда жастарда да, биліктерде айырмашылық өте үлкен да. Мысалға Дели, Нью-Делиге барсаң, андай дамыған, мықты жастар екен, оқыған, көз ашық, бірақ шетке жағына баратын болсаң, Пенджаб басқа жақтарына барсаң, бұрынғы анау сол баяғыдай деп сиырға табынатындар бар. Касталар өте қатты айырмашылық бар да. Бізде де сондай бір пайда болып келе жатқан сияқты. Қазір жастар саналуан. Мен айтқым келгені, мысалы портрет деген ол бір енгізетін нәрсе емес қой. Бізде өте мықты жігіттер мен қыздар өте көп. Шетелде мойындатып жатыр, әлемге шығып жатыр. Қазақстанда емес өте көп. Данелия болсын мысалға да, басқа там Димаш болсын, 5К болсын, қарапайым да, скриптонит тағы кете береді. Мойындау керек, ол жаңа рең, жаңа леп та, но сонымен қатар жаңағыдай солардың тырысып жатқан, олар енді өздері қаламаса да біздің жаңа образды қалыптастырып жатыр ғой. Олар артқа тартып жатқандар да бар. Ұрып кетеді, түртіп кетеді, сен неге өйтесің? Енді жастардың сан алуан, әр алуан болғаны кейде ойланады, ол дұрыс, бірақ біз құндылықтан айырылып қалатын сияқтымыз. Мен өзім бір андай бір қалай айтайын, бұрын консерватив емеспін, конечно, бірақ десе де қазақтың образы болу керек, қазақстандық образы болу керек. Өйткені ол дәстүр, ол салт. Сөзіңізді бөлейінші, кешіріңіз. Осында мынандай бір жақсы сұрақ. Мен әкеммен көп сөйлесем осы туралы. Қазақ қандай болу керек, қазақстандық қандай болу керек деп. Сонда ең бастысы біз түсіну керекпіз. Қазақпыз ба, қазақстандықпыз ба? Ең бастысы осыны түсіну керекпіз. Өзіңізден жаңа сөйлеп, айтқан кезде шатасыз да. Қазақпыз ба, қазақстандықпыз ба?
сонда егер біз қазақстандық болсақ қазақстандықтың жаңа идеологиясын құру керек, Бөлек немесе болу керек. қазақ болса қазақтың жаңа идеологиясын құру керек, соны түсіну керекпіз. Қазақ жерінде ұлт болып қалыптассақ, онда мақұл біздің бір ұлтымыздың дәстүрлерін қалдыра берейік, бірақ қазақстандық болған кезде қазақпен шатыстыруға болмайды оны. Себебі қазақстандық деген кезде мысалы ол міндетті түрде қазақ сияқты болмау керек та, міндетті түрде осы қазақ пен қазақстандықта кішкене былай границасын табу керекпіз. Енді бұл жерде ше расымен де тіл, дін, діл, мысалы, үш нәрсе. Оны біз ұмытпауымыз керек. Себебі біз қалай болсақ та қазақпыз, мысалы. Мен барынша кез келген жерде мысалы қазақша сөйлеуге тырысамын, насихаттауға тырысамын қазақ тілін. Енді бұл жерде қазақ тілін, мысалы қазақ тілінің жаңа заманауи образын қалыптастыру керек та расымен де. Мысалы қайтадан оралайық 91-ға. 91 қалыптастырды менің ойымша. Себебі қазақ тілін заманауи түрде качпен, битпен, заманауи әнмен, сәнді әнмен, модный музыка дейміз, сәнді әнмен қазақ тілін көрсетті, ұсынды. 91 мысалы. Сонда образ қалыптастырды, ізінен ерген миллиондаған армиясы бар, иглздар бар. Мысалы, олар да сәйкесінше қазақша сөйлейді, қазақ тілінің сәнді екенін түсінеді. Осылай менің ойымша еркін түрде, еркіндік бере отыра заманауи қазақтың образын, қазақстандықтың образын қалыптастыра аламыз менің ойымша. Заманауи түрде. Мысалы, қазіргі таңда неге мысалы біз америкалықтарға сеніп қаламыз көп дүниеде. Мысалы, көршілес жатқан Ресеймен әлде кезінде мысалы кәдімгі соғыс болды, одан кейін суық соғыс болды, холодная война дейміз ғой. Ал қазір оларда өнермен соғыс болып жатыр да, өнермен. Мысалы, шпиондарын ашып беріп жатыр, ананы ашып беріп жатыр, ана ратификациялар болып жатыр, кезіндегі договорлар. Барлығын киномен көрсетеді. Және біздің ойымызша америкалықтар герой. Кейіпкер мысалды. Ал ресейліктердің жағын біз білмейміз, себебі ресейліктер ондай деңгейге жете қойған жоқ, кино түсіретін деңгейге. Мысалы, көрдік қой ең фантастикалық фильмдермен, мысалы, Мстители салыстырып көрші, мысалы, сол секілді. Оларда бір образ. Яғни ұлттың образын қалыптастыруға бірден бір үлесін тигізетін ол өнер, ол кинематография, ол музыка, ол театр және тағы басқалары. Енді осы ретте мен ойымша осы бағыттарды егер біз қазақиландырғымыз келсе, мысалы, біз қазір мынадан қорқуымыз керек. Бізге әлемдік трендтер еніп жатыр. Феминизм бар, өзге қозғалыстар келіп жатыр. Ол мойындау керек. Ол это неизбежно орысша айтқан кезде. Келе береді. Енді осы жерде екінші қорқатын нәрсе осы келген дүниеде тілімізді жоғалтып алмауымыз керек та. Екінші дүние. Екеуін қосып, ол нәрсені де модны қазақ тілде жеткізуге болады сәнді. Мысалы, 91-нан бөлек қазір Өзен деген үлкен лейбл бар, мысалы, Скриптонит, оларды айтып жатыр, олар орыс тілді болып шықты. Өзен деген лейбл да бар. Желтоқсан бар, Дюдензе гитар ма, мен орысша айтсам, ағылшынша дұрыс айтпасам кешірім сұраймын. Қазақша әндерді, Абайдың әндерін қазақиландырып, то есть имеется в виду заманауиландырып, көрсетіп ұсынып жатыр. Өте жақсы. Өзенде мысалы қазақ тілінде сөйлеу, қазақ тілінде ойлану, жаңа қазақстандық үшін, жастар үшін сәнді екен ғой деп ойлап қаласың да осындай ұйымдардан кейін. Менің ойымша бірінші кезекте енді бұл жерде қазір біз мәселені көтердік те, енді бұл мәселенің шешімін өзара айтуымыз керек, қалай болады, ойлауымыз керек. Менің ойымша бұл жерде бірінші кезекте осы идеологияны осы киномен, музыкамен реттеу керек. Бірінші кезекте қазақылығымызды сақтауымыз керек бірінші кезекте. Екінші кезекте заманауи болуымыз керек. Бұл енді ұштасу керек. Ұштасқанда өнер біздің бірақ шектен шықпау керек. Енді қызық бар ғой. Қазіргі трендтегілер неге бәрі моз деп мысалға жаңағыдай кімдер айтқандай да өтеді күшті қызық. Димаш та бар. Димаш енді жаңа трендсіз басқасы көне өлең болсын, қазақ әндерді болсын әлемге мойындатты. Жапондар, орыстар қазақша өлең айтады кейде. Димаш үшін ол біздің образына бір жаңаша бір өнер болды. Бірақ мына нәрсе бар да, біз кейде жастардың қатесі емес ол. Шектен кетеміз ғой, басына аяғына дейін. Өнер деп ғылым қайда қалады? Мысалға, қазақта жастарға арналған қазақ тілді контентте қызықты ғылыми ақпараттар аз. Жоқ деуге де болады. 2019-2020-да қаржы бөлді беріп жатыр да қазір, мысалы көптеген ғылыми зерттеу орталықтары ашып жатыр да, кеше президент айтып жатыр. Но не істеп жатыр олар? Өйткені
шетелде Европада сен барсаң мысалы астронавт болсаң биохимик болсаң ол престижно, ол күшті естіледі кәдімгідей. Өйткені оған тренд қалыптасқан қоғамда, ғылыми ақпаратты күшті бере алады, күш жеткізе алады. Бізде бұл қалай, яғни өнерменен қазақыландырамыз деп ғылым қалып қоймай ма? Өйткені бізде солай ғой, біз екі баттың басын қатар ұстай алмаймыз ғой кейде. Осы нәрсені ойландырады да, ойлайсың кейде Қазақстанда ғылым дамытайық, жақсы, қалай, контент жоқ, не істеу керек? Өнер арқылы. Өнерге қалай саласың оны? Өйткені сен егерде өнерді дамытатын болсаң, ғылым қалып қояды. Ғылым дамытатын болсаң, өнер қалып қояды. Ал ғылым бәрі орыс тілі немесе ағылшын тілде қазір. Қазақша тырысып жатыр қазір, аударып жатыр, хабаршы шығарып жатыр, басқа. Жастардың ғылымға да қатысқанда себебі неге? Бізде бәрі шексіз емес. Бағана өзің айтқандай доктор, экономикасын түзеу керек, жастар өзінің жағдайын жасау керек. Бірақ ол аяқталған кезде сені құтқарып қалатын білім мен ғылым ғана. Екеуі болмаса болмайды. Сен өлең айтқаның үшін ертең саған шетелдіктер ақша бермейді ғой, елден басқа жүргенің үшін. Бұны қалай жасауға болады? Бұл да қазақстандықтың портретіне кіру керек па? Енді мына жерде сен қателесесің, ән айтқанда ақша бермейді деген. Неліктен президенттің өзі креативті экономика бағдарламасын енгізді? Себебі Кореяның осы айтып берейін, осы жерде баяғыда кезінде түнгі студия бағдарламасы жұмыс істеген кезде Нұрлан ағаға оңтүстік Кореяның елшісі келді, посолы келді. Сол кезде Нұрлан аға осы әңгіме барысында айтып барды, бізге айтты, неліктен Корея осындай дамыған қазір имеется в виду өнерде дамыған, неліктен қалай? Сол кезде мысалы оңтүстік Кореяда біз секілді қазба байлық ештеңе жоқ та ол кезде, ол уақытта 80-ші жылдарда. Сөйтсе сол кезде ақшаның барлығын өнерге салған екен. Барлық ақшаны өнерге салған. Қазір соның нәтижесін көріп отыр. Қазір ол жақ дорамалардың кәдімгідей қажылық сияқты болып кетті да, ол жерде расымен паломничество дейді ғой. Дорама, сериалдардың БТС үшін, БТС деген Америкада дүркіреп тұр, Псай дүркіреп тұр Америкада, мысалы. Көп ондай өнер иелері ол жерде Кореядан шыққан. Соның арқасында Кореяның үкіметі ақша тауып отыр. Миллиардтаған ақша тауып отыр. Ол креативті экономика деген ол қазір бизнес расымен. Неліктен біз дамытып жатырмыз? Ал өнерді, енді өзім осы өнерге жақын болғандықтан айтып жатыр деп ойлап қалмаңыздар. Екінші, сіз айтқандай ғылым мен білім ол спецификалық бағыт адам үшін. Мысалы, мектепте де химияны жақсы көрген адамдар өте аз ғой, мысалы, жақсы көрген. Олимпиадаға қатысқандар рас. Мысалы, химия бөлек оқыдық. Мысалы, маған гуманитария жақын тұғын. Химия мен физиканы, мысалы, 30 баланың ішінде бір 2-3 жақсы көру мүмкін, мысалы. Сол секілді ғой. Әрқайсының ғылымның да өз бағыттары бар, әрине. Дегенмен, бірінші кезекте бұл жерде мен білім жетпейді. Бірден айтайын, білім жетпейді, оны қалай дамыту керек деген айта алмаймын ештеңе. Бірақ заманауи қазақстандық расымен енді өзіміз образ құрмаймыз, құрып жатырмыз. Өз пайда болып кете береді ғой. Этикалық норма расымен жан-жақты болу керек, және бірінші кезекте таңдау еркіндігі болу керек. Ол ғылым таңдай ма, ол ән таңдай ма, ол инженерлік таңдай ма, ол мұғалімдік таңдай ма, әркімнің өз еркіндігі болу керек, және сол еркіндік үшін ол ұялмау керек. Өзінің таңдауы үшін ұялмау керек, мен ойымша. Осы жаңа таңдау айтып жатырмыз ғой, бір кішігірім қоса кететін жайт, және толығымен келісемін ғой айтқаныңызбен. Бірақ қанда жалпы таңдау туралы айтқан кезде оймен андай демократияға кіріп кетті ойыма. Таңдау деген сайлау, жалпы былай митинг деген нәрсе. Енді сол бәрі таңдау ғой негізі. Адам өзін таңдайды, өз президентін таңдайды, өз мысалы депутатын таңдайды, немесе өз өмірінің ары қарай жолын таңдайды, өзінің білімін таңдайды да. Сонда біз андай қазір өзгерістер уақытта қазір өзгерістер жалпы осы қарайтын болсаңыздар, коммунизм кетті, демократия келді. Қазіргі бізден келген балаларымыз, мысалы бауырларымыз, олар демократияның балалары, әке-шешеміз коммунизмнің адамдары. Біз сонда ортада тұрмыз да. Түсінбейші, түсініксіз. Сонда мынандай біздің ұрпағымызда бір үлкен минус бар да. Біз таңдауды жақсы көреміз да, бірақ жауапкершілікті жақсы көрмейміз. Сонда таңдау жасаған кезде міндетті түрде адам жауапкершілікпен қарау керек та. Егер мен мынаны таңдасам, мына жолда әке-шешесі еркіндік берсін, міндетті түрде берсін. Таңдауын мына жақта, бірақ сонда таңдау жасаған кезде сол бала ойлансын. Ертең 10 жылдан кейін өкінсем, мен ғана кінәлі емес. Әке-шешем кінәлі емес, көршілерім кінәлі емес, мұғалім кінәлі емес, мектеп кінәлі емес, мемлекет кінәлі емес. Мен кінәлімін. Бізде қазір к сожалению, біздің ұрпақта ондай жоқ. Бізде мысалы қарайтын болсаңыздар, көтерілген көптеген жастар бар ғой. Кім көтерілді десе, өзім көтерілдім. Аллаға шүкір, Аллам бар, өзім бармын, солай көтеріліп жүрмін. Әке-шешемнің тәрбиесі бар.
өзім көтердім дейді. Ана бір құлаған жастардан сұрасаң, кім кінәлі? Мемлекет кінәлі, ағам кінәлі, әке шешем кінәлі, мектеп кінәлі, анау бәрі кінәлі. Иә, сонда адам жауапкершілікті алу керек, міндетті түрде алу керек. Енді болады, неше түрлі кейстер болады, мысалы, болады әрине бір ауылда бір бизнесмен көтеріп, сонда бір жынды әкім келіп, оның бизнесін тартып кетеді. Ондай да жағдайлар бар. Ондай да жаман адамдар бар. Бірақ соның өзінде осы бір ғана кейсті қарамай, қаншама мықты жастар бар бүгінгі күні, қаншама халықаралық деңгейге шыққан жастар бар, қазақстандық деңгейге шыққан жастар бар. Соның бәрін қарап, сонда жас адам осы таңдау жасаған кезде міндетті түрде ойлану керек. Мына таңдау жасаған кезде жауапкершілікті қандай мойныма қандай жауапкершілік алатынымды. Міндетті түрде. Толықтай. Сен жаңа айтқаннан өнерде, мысалға, менің айтпағым, өнер жалпы жаман емес. Өнер күшті. Ол бизнес тағы. Бірақ өзің айтқан сөзінде жастар таңдау болу керек дейді. Бірақ таңдауда біздің таңдау еркінен шектеп қаламыз да кейде. Мен айтпағым сол да. Сен таңдауың үшін креативті ғылым болу керек, креативті білім. Сонда бала келді, ол тек қана өнер жаман емес, бірақ өнерден өзге де нәрсені көру керек та. Спортты көру керек, ғылымды көру керек. Бірақ ол көреді, мына жерде қызықты, бұл жер танымды, бұл жер еркін, ойнап жүр, күліп жүр, өмірлері күшті. Жаңа айтқан ретінде көріп отқан жоқ, оның артында қандай қиындық бар екен да, қандай привация ету керек екен. Бірақ ғылымға келеді, бұл скучно дейді, қызықсыз дейді. Ну ашығы, ол қызықсыз, ол қиын, тек қана жақсы көрмесең болды, андай бараған. Неге сол 30-ның ішіндегі 3 ғана барады деген сұрақ та менде. 30-ның 9-ы или 10-ы бару үшін біз жаңағыдай портрет құрмас үшін ғылым, білім, өнер, спорт, саясат болсын, әскери сала болсын, осы 7, 8, 9 саланы да креативті қылып, бәсекеге қабілетті қылуымыз керек секілді. Біріншіден. Ал енді екіншіден, өнер ол дұрыс, бірақ мысалы Кореяның дамуында ол машиностроениеде жатыр оның астында да, оның астында ғылым да жатыр да, оның астында ол айтылмайды, бірақ оларды креативті қызық. Олардың контентін қарасаң, өзің ғылым айналысқың келеді. Ресейдің несін, тіпті Ресейдің, Американың, Европаның қарасаң, балаларға қызықты оқытады. Ғалым жаңағы білесің, Бәйдібек қазір 24 газетпен Лондонда жүр, Ұлыбританияда. Білім беру жүйесін қарайсың, олардың ол күшті. Ол біздікі жаман деген сөз емес, креативность бар, еркіндік бар. Бірақ бізде жастарда еліктейтін адамдар, мен жаман демеймін, басқа салаларда креативті бола білу керек. Бұл біздің Қазақстандағы жастардың бір белгілі бір салалардың әлсіздігі емес. Бұл өнердің мықтылығы. Біздің генімізде бар шығар, білмеймін, бірақ біз өнерге жақын адамдармыз ғой, өзі жалпы айтқанда. Сондықтан да ертеңгі күні 30 баланың 30-ы мен өзен бола ме басқа емес, 30-ның ішіндегі 30 түрлі маман шығатын болса, 30-да дамуға мүмкіндік болады. Бұл уже алдағы жаңа портретке кіну керек нәрселер секілді. Қазір қараңызшы, өзгеріп жатыр жастар негізі. Ол өзгеріп жатыр. Біздің кезімізде сұрайтын кім боласың, немесе бір бизнесмен боламын, немесе бір чиновник боламын. Сондай болады. Әкім боламын, депутат боламын, немесе бір бизнес ашамын. Көбісі солай ойлайтын қазір. Қазір жастарды сұрасаң, мен мысалы менің қарындасым өзі 19 жаста. Кезінде мектеп бітірген кезде сұраған кім болғың келеді? Парикмахер болғым келеді дейді. Парикмахер қалай ол? Енді өзің салонын ашасың ба деп мен өз ойыммен жоқ, барып парикмахер болып істей беремін. Потом бір кезде шықты, пекарь боламын дейді. Жарты жылдан кейін өзі бір кек жасап анау. Соны тағы да бір келді, маркетолог боламын деп, мысалы. Бір жылда қанша рет өзгерді. Соның өзі мақұл, мынаған түсе бер. Онда қарай қандай университетке түсетінін, мысалы, қандай мамандық бар, университеттің қандай рейтингі бар, мысалы, солай қарайық деп сонда қарайтынбыз. Сонда қазіргі жастар ондай, қазір андай жоқ, мысалы 30 адамның 15 мына жаққа, 15 мына жаққа. Ондай болмайды. Даже өзен болсын, кім болсын, Димаш болсын, қалған ана TikTok хаустар болсын. Соның өзіне 30 баланың арасында максимум бір 5-еу сондай болғысы келеді. Максимум. Қалғаны бәрібір соның арасында ғылыми бала да бар, оның арасында саясатқа баратын бала да бар, оның арасында бизнес ашатын бала да бар, мұғалім де бар, бәрі де бар оның ішінде. Енді бұл жерде Бекарыстың айтып отырғаны, енді менің түсінгенім бойынша қызығушылықты қалай тудырамыз ғой, қызығушылықты қалай тудырамыз. Тәкеңнің айтқандай, расымен де әркімнің өз қызығушылығы бар, өзінің таңдауы бар, қазіргі балаларға. Ал бұл жерде менің ойымша мәртебесін көтеру керек те, бірінші кезекте ғылымның, білімнің мәртебесін көтеру керек, және сол ғылым, білімді беретін ұстаздардың, сол жандардың өзің айтқанда бір креативтілігі, бір өзгешелігі болу керек. Мысалы, Аятжан деген ағамыз бар ғой, директор ағамыз. Маған сол кісінің сөйлескен кезде ұстаз директор осындай қазір директор болды деп, мен таңғалам. Директорлер осындай болатын бет деп, маған ұнайды. Оның өзін ұсынуы, беруі, проблеманы, мәселені көтеруі, осы секілді ғылым саласында да жандар бар. Ғылым саласында да.
өте көп. Мен бір бауырым бар, Ғалымжан деген, аттасым. Иә, аттасым. Ғылыммен айналысады, Назарбаев университетінде ғылыммен айналысады. Бірақ сонымен қатар джиу-джитсумен айналысады, джиу-джитсу насихаттайды. Мысалы, спорт ретінде. Оған, мысалы, джиу-джитсумен айналысып жүрген жастар келіп, оның ғалым екенін біліп, ғылыммен айналысатын көріп, мысалы, оған қызығушылық болуы мүмкін. Менің ойымша, сол ғылым мен білімді ұсынатын жандардың өзінде бір ерекшелік болу керек. Бір оларда да бір табу болмау керек. Ұстаз ба, ұстаз осындай болу керек деген. Ондай болмау керек. Жан-жақты болу керек деген секілді. Енді менің ойымша, мынау бағана әңгіме басында айтқанда кез келген дүниенің плюсы бар, минусы бар дейміз ғой. Пандемияның бізге алып келген үлкен плюсы, менің ойымша, зона комфортадан шықтық. Мұғалімдер шықты, ұстаздар шықты, онлайнның не екенін білді, бұлай даму керек екен, бұлай ұсынуға болатын түсінді менің ойымша. Және одан кейін, енді білмеймін, біздің ұрпақ менің ойымша болды. Біздің ұрпақ болды. Иә, біз 30-ға келдік па, 30-ға келдік, болды. Бала шағасы бар, отбасы бар, жұрттың уайымы әртүрлі. Енді бізден кейінгі ұрпақты менің ойымша осы 98, 99, 2000-нан бастап шығар, бәлкім былай қарай. Олардың образы, олардың кейпі тіптен бөлек болады. 2018-де. Иә, 18-де. Мысалы. Сол негізі бізде қазір біз үшін да, жаңа айтқанда 30-ға тақап болғандардың аясындағылар үшін, 30-дан асқандарға шын мәнінде біреу шыққаны, бір жұлдыздың вау дейміз, танып жатырмыз. Өйткені біздің кезде болған жоқ та көп нәрсе. Біздің кезде өзің білесің, оқушы сарайы болатын, кафель түсіп қалады кейде, бірақ соны тырысатын, анау мұғалімдер күшті болсын, жағдай жасасын бізге деп. Қазір оқушы сарайын салады, алаңдар салады, басқа жасайды, балалар кетеді, TikTok түсіріп, басқа. Біз аулымызды ашып жүреміз. Мыналар күшті екен. Қазір таңғаламыз, кеше шықты мына. Ғылымнан алып келсең 4 миллион береді, 2 миллион, дейміз. Бізге бұрын деген бір жапырақ қағазбенен салам алейкум дейтін. Бірақ балаларға қазір ол қалыпты нәрсе. Ну ладно дейді. Мысалы, мен айтсам, қанша тапқым келеді, жаңағы әнем айтамын ғой. Мен мысалы қазір неге мықты компания айтады, ұлттық компания жасағым келеді. Минимум 500 мың дейді. 500-700 мың менің ставкам ол начинающий ретінде мен среднем айлық 2 миллион болғанға қалаймын дейді. Ойлап қаламыз, біз кезінде 30 мың теңгеге мен жұмыс істедім министерствода. 30 мың теңге алатын, 27 мың 200 теңге түсетін маған. Мен аузым ашылып жүретін, мен министрлікте жүрмін деген. Қазір айтсаң, оларға бір сказ сияқты да, ертегі. Айтпағым, портрет құру может керек, әр алуандық бар шығар, но таңдау да болу керек та. Өйткені жастардың даму деңгейі жаман емес, бірақ каша былық болмау керек. Былық болып кетсе, жаңағы айтқанда образдар жоғалып кетеді. Мына Ғалымжан әдемі образы, мысалы жаңа айтқанда ғалым, мысалы джиу-джитсу ғалым кісі, ол қызықтырады, тарта алады. Жүзжан есімде тұлғалар, жаңа айтқан кәсіпкерлер, басқалар. Но егер соның бәріміз былықтырып өнер анау емес бір нақты бір бағыттарды анықтай алмасақ, бұл жастардың ертеңгі өздерің айтқанда билік қой, ертеңгі халық, ертеңгі болашақ болатын болса, олар не қалдырады? Өйткені бір құндылықтар жоғалып кетеді да оның астында. Бұл адамдар просто бір адамдардың табыры болып қалады да. Ашығын айтқан кезде соған біз келеміз. Өйткені бізде бір жүйе жоқ, ол контроль емес. Құндылықтардың жүйесі. Мысалы, американдықтардың өзінің американдық деген принциптері қалыптасты. Оған енді оңай емес, 3 жылма кетті, қаншама уақыт кетті. Еуропалықтардың, ұлыбритандық, француздардың олар бүйтіп тұрады. Францияда арабтар, Марокко, тунистар өте көп. Чемпионатты қараңдаршы, қарапайым, Мбаппе, Кимбеппе, басқалар. Бірақ олар французбыз дейді. Кешегі соңғы шыққан Жапонияда болған таң қалдырып дзюдодан озды бәріне, жеңді. Жарты команда кім? Қара нәсілділер. Тунистік, мароккалықтар, алжирліктер, бірақ олар французбыз дейді. Осындай сияқты құндылықты жоғалта алмау керек та. Сол меніңше қазақстандықтың жас портреті деген өнердің дамуы, ғылымның дамуы сөйте тұра барлығының бір құндылыққа жүруі да. Ол мен моя хата скрывай, мен маған жұмысым жоқ деген емес, менің өнерім не үшін деген сұрақ болу керек секілді. Осы нәрсе ойлансақ қана бір нәрсе болады. То же самое ғылым. Не үшін ғылым? Маған ұнайды, мен өзім отыра беремін деген емес. Ғылым не үшін келеді? Америкалық кинолар жаңа айтқан секілді. Сұрашы, кеше соңыра что-то джунглиге қатысты. Мен ана бір цветокты тауып алғым келеді. Ол цветок адамдарды пандемияны жеңеді, мен адамзатты ойлаймын дейді. Посыл да? Ол қызықты кино, ол детский кино, ол приключение, ол ішінде жаңа боевик бәрі бар, экшен, бірақ астарлы идея тұрады. Америкалықтардың любой фильмін қарасаң, кез келгенде бір білмеймін неге екен туын бір жерге кіргізіп жібереді. Кез келген байқайсың ба? Бүкіл фильмде американецтер флагтар ұлттық идея ғой. Вот. Бізде де осы нәрселер секілді. Ол міндетті емес, сен патриот, алға Қазақстан деген бұрынғы анау алаңға шығып алып айтатындай емес. Өзің айтқандай өнер, өзің айтқандай жаңа жігіттер, өзің айтқандай басқалар арқылы сол идеологияны бере беру керек та. Міндетті емес,
контрольмен емес қызықты қылып бере білсек, Дұрыс инструмент да, қолдану. ол ғылыммен де дамиды, өнерде дамиды, сөйте тұра қоғам ұлт ретінде дамиды да. иә дұрыс әрине айтып тұрған, бірақ бұл жерде мына дүниені де ұмытпау керек та. Мысалы алжирліктер, тунистіктер, француздықтар бәрі французбыз дейді, бірақ олар француз тілінде сөйлейді ғой. Иә. Мәселе сонда да, мәселе сонда. Енді бұл жерде расымен де түйіндеп жатырмыз ғой әңгімені, өте айтқаның дұрыс. Енді мен ойымша Тәкеңнің сөзімен түйіндеу керек. Бұл жерде рамка болмау керек. Жаңа қазақстандықтың портреті мынандай болу керек деген. Ол портретке ешкім қарамайды. Бірден айтайын, ешкім қарамайды. Әркім өз таңдауында не істегісі келеді, соны жасап жүре береді. Және ол дұрыс мен ойымша. Әркімнің өз таңдауы болу керек. Бірақ этика болу керек, норма болу керек. Мынандай қоғамдық адами нормалардан асып кетпейтін дүние болса, болды. Ең бастысы отбасыңа, еліңе, жеріңе еңбегің сіңсе, өзің рахаттансаң сол жасап жатқан дүниеңнен қоғамға алып келіп жатқан пайдаң болса, болды, сен адамсың ғой ең бастысы. Адам болып Галеке бір қалыптасың. тамаша сөз айттыңыз, өзің рахаттансаңшы. Негізі бізде Қазақстанда бір нашар нәрсе бар да, біз көп анда ойланамыз да, қазірдің өзінде де мысалы айтып болашақ жастар деп айтып жатырмыз. Отбасын ойланамыз, ол жақсы, иә, бауырмашылығымыз бар, мысалы, иә, елімізді ойлаймыз, ол бәрі тамаша, бірақ біз қазақтар өзімізді ойламаймыз да. Біздің шекарамыз ашық, кіре береді бәрі. Егер бір қарап көрсеңіз, адам өзі бақытты болмаса, ешкімді бақытты қыла алмайды. Ең бастысы адамның осы жаңа образ деп жатырмыз ғой, енді образ болсын, образ болмасын, енді жалпы болашақ қазақстандық деген кезде сонда ең бастысы адам бақытты болу керек та. Ең бастысы сол бақытты, өзін бақытты қылдырған кезде жақындарын бақытты қылдырады. Жақындарын бақытты қылдырған кезде сонда одан артық, мысалы, өзінің ауданын бақытты қылдырады. Одан кейін қаласын және бүкіл мемлекеттік бақытты қылдырады. Сонда ғана адам өзінің өміріне ләззат ала алады да. Ең бастысы біз андай айтамыз ғой, білім алу керек, жұмыс жасау керек, бәрі тамаша, бәрі керек, спортпен айналысу керек, бәрі керек. Бірақ адам кішкентай кезден бастап біз балаларға соны айту керекпіз да. Балам, не таңдасаң да, не істесең де бақытты бол, өзін бақытты сезім. Содан бастасақ, осы жаңа ұрпақ менің ойымша барлықтарды өзгеріп, ертең осындай бір 20 жылдан кейін осындай сұрақ болмайды, қазақстандық қандай екенін. Қазақстандық өзі біледі, өзі түсінеді қандай екенін. Бірақ сөз бөліп бұл жерде қосып жібергім келіп тұр. Адамның бақытты болуы, бірақ бірінші кезекте ол тәрбиеге байланысты. Неге тәрбие? Бұл жерде де қайтадан біздің қазақи менталитетпен бір қарама-қайшылық туындайды да. Себебі қазақи менталитетте бізде адам өзінің шекарасын қалыптастыруды үйретпейді. Бар, амандас ағаң ғой, бар, бетінен сүй ағаңны, бар, бүйт, педофилия не пайда, содан пайда болады. Әпшу бер, анау дегеннен пайда болады негізі. Потому что это нормально деп ойлайды кішкентай бала ше. Сол секілді кішкентай кезінен адамның шекарасын қалыптастырса, мен осы Қызылордадан келген кезде мен таң қалғаным осы солтүстіктің адамдарына. Бір өтініш айтасың, жоқ дейді да, тұра береді бетіңе. И сен тұрасың. Біртүрлі болып қаласың. Жоқ, біртүрлі боласың да, бірақ ренжімейсің оған. Ренжімейсің, мен соған таң қалдым. Ренжіге ұяласың. Иә, ренжіге ұяласың, осыған жоқ, менің қолым тимейді деп тұр, немесе жоқ, мен істегім келмейді деп тұр. Болды. Соны айтып тұр да, и сен біртүрлі болып қаласың, бірақ ренжімейсің, шынымен деп. Ол жоқ деп айта білу қазіргі психологиялық қазіргі бүкіл оқулықтарда, бүкіл жерлерде айтылады, жоқ деп айтып үйрену керек деп. Шекараны бізде қазақтарда қазақтың тәрбиесінің ұят болады деген бар да, бір нәрсе. Ұят болады, бәрі сибір, ұят болады, анау. Сол нәрседен де. Енді мен ойымша осы тәрбиенің бағытын реттей білсек, немесе тәрбие қалыптасып қойған жағдайда, қазір біздің ұрпаққа келетін болсақ, психологқа бар. Психолог деген бізде табу, мысалы, ол да табу. Психологқа барсаң, болды, сен аурусың деген секілді. Ал психологқа барып сен біраз барьерлеріңді сындырып, кішкентай бала кезіндегі травмаларыңды, ақауларыңды орнына келтіріп, бәлкім сен дамисың. Мүмкін. Расымен де. Сондай дүниелерді бұл жерде жаңа қазақстандықтың образы несі, ол жалпы түбі келгенде адамилыққа тіреледі, адамгершілікке тіреледі, адамның өзінің адам ретінде қалыптасуына тіреледі, түбі менің ойымша. Енді бәрі сөз болған, мезі болған рухани жаңғыру күшті жоба негізі. Өйткені өзіміз болдық қой жазғанда. Сонда күшті бір идеясы ұнаған маған. Қазақстандық патриот кім дегенде, сонда сұрағандардан, оны қалыптастыру үшін, жаңағы сөздерінің қорытындысын айтқанда, көп нәрсе керек емес. Адам өзін жақсы көрсін, өзі бақытты болсын, үйін жақсы көрсін, үйін жақсы көргеннен кейін дворын жақсы көретін болады.
двор жақсы болғаннан кейін көрші двор да жақсы болады. Ол двор жақсы болған соң ауданнан қалған мемлекет жақсы болады да. Ол үшін мен отан демей ақ қой, мен үйімді жақсы көремін деші. Баламды жақсы көремін де, балаң үшін алаң жаса, көршілермен бірлесіп жаса, көшең жаса. Қалыптаса береді қоғамда сол нәрсе барлықтарда. Ал жастар жаман емес. Біз жастарды айыптамаймыз. Күшті, темп жақсы, таңдау еркіндігі бар. Осы сөздерден ұққаным, бізде қазақстандықтың жас портреті өзі қалыптасады. Бірақ қашасыз ақ. Қазір өзі келе жатыр, өзі бағыт деген жаңа айтқандарды болашақта келеді ол нәрсе. Бірақ бәрібір де сол арасынан қажетті нәрселерді кенже қалып қоймау керек. Сонда ғана бір өзгеріс, бір дамуға алып келетін сияқты. Мысалға, қазақстандық портретінің бір образы өнер, бір образы қоғамдық өмір, бір образы саясат, бір образы ғылым. Адамдар, мемлекет, я басқа бір үшінші топ өкілдері мынандай бол деп айтпау керек. Адамдар өздері сондай болып қалыптасу керек. Мысалға, ел ретінде белгілі бір нәрсені пайдаланып кету керек те ол нәрсе. Ол бала кезінде ән айтып жүрсе, бітті әнші болады деген сөз емес, мүмкін ол спортсмен шығар. Өзі пайда болады. Өз-өзімен қалыптасқан кезде ғана қазақстандықтың жас портреті, біз айтқандай, біз үшін емес, біздің баламыз емес, біздің немерелеріміз дейді. Дейді, қазақстандық портрет мынандай екен ғой дейді. Ол таңдау арқылы, ол бір контрольсіз, ол басқа дүниесі. Бірақ барлығында да ұят болу керек. Шегіменен ұят деген адамгершілік болады, шегі болу керек. Шектеулі. Ол андай ұят болады, барсаң болмай емес. Қоғамнан ұялу, әдепті болу, ол этикаға келеді, ол эстетикаға алып келеді, ол сыйлауға алып келеді, ол құрметтеуге алып келеді. Ізгілік жаңағы кәрістердің қанша деңгейден дарама басқа түсіргенмен де оларда бір-бірін үлкенді сыйлау өте қатты дамыған. Ізгіліктен тұр да. Осы нәрсенің қоғамға қайта сіңіріп алу керек. Сонда ғана қазақстандықтың жас портреті жақсы пайда болады секілді. Енді екеуің де екі салада жүрген мықтысыңдар. Өнер саласындағы болашақ Қазақстан портретіне үлгі болатын, бірі қоғамдық саяси өмірде үлгі болатын тұлға ретінде. Бұл бір білмеймін 30 жылдан кейін 40 жылдан кейін көп жастың бір ретінде айтып отыратын шығармыз. Біздер кезін талқылағаннан кейін осылай бәлкім болып кетті деп айтуға мықты қазақ деген. Ой, біздер өйтіп едік дегенге мүмкін соған да келер. Түбі, бірақ қазақстандықтың жас портреті міндеттеусіз пайда болған дұрыс секілді. Өз қоғамның сұрыпталуыменен, қоғамның сүзгіден өтуіменен келгені қажет деп ойлаймын енді. Ол меніңше. Алға Қазақстан. Рахмет. Рахмет сіздерге де. Рахмет. Классно. Күшті болды. Әдемі.